қазіргі әлеуметтік нелерде секторда жүрген мәселе, ең бірінші мәселе ол бізге қарасты солтүстік жатақханасы, Сүлейменов 17В. Сол қалашықта орналасқан жатақхананың 50 орындық, 50 орындың ішінде жаңағы 25 бөлмесін осы жылы тамыз айында босату керек болатын кісілер. Бұл кісілер қазіргі кезде бүкіл президент мырзаға, облыс әкіміне, қоғам нелеріне жазып жатыр өтініштер, өздерінің жалға алу мерзімін 1 жылға, 2 жылға, 3 жылға ұзартуын сұраймыз деп. Енді заңнамаға сәйкес, қазіргі таңда заңнамаға сәйкес біз осы кісілерге 5 жылға бергенбіз. 5 жылдың ішінде бұл кісілер өздерінің первоначальный взнос дейді, отбасы банкта первоначальный взносты толтырып, сол 5 жылдың ішінде содан өзіне жеке үй ипотеканы артында алу керек болды. Қазақстанда бұл кісілер бір бөлмеліге 3,5 мың төлейді, 2 бөлмелі пәтерге 4,5-5 мың төлейді. Қазақстанда барлығыңыз белгілі, нарық бағасы, 2 бөлмелі жалға алу бағасы қазір, нарықтың бағасы қазір Аягөз қаласында 60-70 мың болып тұр, бір бөлмелі 40 мың, 50 мың болып тұр. Сондықтан бұл кісілер, мен сөйтіп ойлап отырмын, мысалы, жағдай жоқ болса да, бірақ та 5 жылға берген соң 5 жылдан ішінен кетеді, содан кейін кету керек, оны босату керек, оны біле тұра, бірақ та 5 жылдың ішінде ақша жинамаған. Немесе ай сайын 10 мың теңге құйса да, или 20 мың теңге құйса да, премия алса, отпускной алса, оны жинап, жаңағы 5 жылдың ішінде 1,5 миллион ақша жинап алмау деген, мен ондайын білмеймін, шын айтқанда. Қазақстанда 25 үйдің ішінде 8 бөлме қарызы қазіргі таңда 1 миллион 200 мың теңге болып тұр. Сол 3 мың, 4 мың төлемеген адамдарда бар. Мысалы 5 жыл жалғадаса да сол 4 мың теңге төлемеген кісілер бар. Соларды босатайық деп жатырмыз. Содан кейін нелер 5 жылға толған соң ол кісілер негізі уже босату керек. Өйткені біздің таңда осы солтүстік жатақханада кезегінде 32 адам тұр. Оңтүстік жатақханада, оңтүстік бұрынғы дасақта тұрған, ол жерде ешқандай проблема жоқ. Ол кісілер 5 жыл толады, 5 жылдан кейін бәрі босатып жатыр. Осы солтүстік жақта қаланың ішінде болғандықтан, сондықтан босата алмай жатыр ма деп, мен ол кісілерге біз уже ақпан айынан бастап ай сайын уведомление беріп отырмыз. Сіздер босату керексіздер. Өйткені біздің 32 адам кісілер бізге де келеді күнделікті, қашан босатады. Өйткені ол кісілерге біз айтқанбыз, жаз кезінде сіздер уже кіресіздер. Отопительный сезон, жылы маусым бастамағанның ішінде уже сіздер кіресіздер. Біз сондай беріп қоймыз. Кезекте 2020 жылдан бастап тұрған кезекте адамдар бар. 2020 жылдан біздің үйлер тосылып отырғандар, соларға кіру керек. Біз қазір сол 32 адамның ішінде қазір осы жылы бізге 5 адам өтініш жазған, қалған 27 адам уже жарты жылдан көп уже біздің кезегімізде тұр. Сол кезекте, сол кісілер кетіп тұрған кезектегі кісілерге сол солтүстік жақтан не береміз, бөлмені береміз. Оның жаңағы заңнамаға сәйкес олардың ұзартуы мүмкін жоқ. Және қарыздарын төлеу туралы жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Ақшаларын төлемесе, қазір біз частный судебный исполнительный бар. Оларға біз құжаттар бергенбіз, бүкіл счеттар жабылады. АСП алса, детский помощь алса, по утере кормильца алса да бәрі жабылады. Сондықтан бұл тұрғындарға, болашақ тұрғындарға айтқандай, ай сайын төлесеңіздер, сіздердің бір жылда 120 мың қарыз болғанша, оданша ай сайын 5 мың теңге төлеңіз. Бұл өзіңізді депозитта обязательно толтыру керекпіз. Енді біз қазір жағдайды көріп отырмыз, кісілер босатпайған. Енді қазір жаңадан келген тұрғындарға біз уже отбасы банкпен договор тұрады. Отбасы банктан ай сайын біліп отырамыз, қанша поступление болып тұр. Поступление жоқ болса, бұл кісілермен біз уже расторжение договор жасаймыз да, бір жылдан кейін қайтадан оларды босатамыз. Егер бізден мысалы бір жыл алды, мысалы осы жыл алды, бірақ та төлемақы төлеген жоқ,
жаңағы отбасы банкына шотына ақша түсірмесе, біз келесі жыл расторжение береміз де, ол кісі өмір бойы бізден үкіметтен не аламайды, бөлме аламайды. Сондай мәселе болып тұр. Думан мырза, мен түсінгенім, бұл кісілер өздерінің алғашқы первоначальный взнос дейді ғой, соны жинау үшін үкімет осындай жеңілдік жасап отыр бұл кісілерге, иә? Бірақ ай сайын бір 5-3 мың теңгелерін төлеп тұру керек еді, иә? Бірақ жауапкершілік болмай тұр кейбір адамдарда дейсіз ғой. Иә, өйткені енді қараңыз, қазіргі айтқандай нарықтың құны, қазір жалға алу нарықтың құны қазір 60-70 мың. Двухкомнатный квартира. Двухкомнатный квартираның өзі қазір 40 квадрат. Біздікі де арқы 40-44-45 квадраттар бар. Ол өзі нетіп тұр. Енді ойлаңыз, қазір олар 4 мың төлейді, нарықтың бағасы 70 мың болса 65 мың. Біз ол кісілерге айтып тұрған жоқ, сіз обязательно 65 мың төлеу керексіз. Бірақ та сіз 5 жылдың ішінде первоначальный взнос отбасы банкта уже жинауға керексіз. Ол мүмкін мен ол кісілердің білмеймін мысалы. Жаңа жеке үйлер, жер үйдегі жеке үйлер қазір 4-5 миллион тұрады. 7-ші кварталда, Залинийда, Мясокомбинатта, Жаңауылда 4-5 миллионға тұратын үйлер табуға болады мысалы. Ол 4-5 миллион первоначальный взносы 500 мың. Жарайды, енді 5 жылда 1 миллион жинамау деген, енді мен оны түсінбеймін шын айтқанда. Думан мырза, осы тұрып жатқан адамдардың ішінде қанша проценті осы первоначальный взносын жинаған? Первоначальный взносын осы қазіргі таңда біз 50 квартира, мысалы бастапқы 50 комната бердік, 50 комнатасын уже 20 адам уже жинап, осы жазда, көктемде, күзде, жазда, көктемде уже босатып, өздері уже жинап, өздері өз үйлеріне кіреді бұйырса. Бұйырса кіреді. Енді ол жағын біз оларға айттық, 5 жыл біз сіздерге бердік, 5 жылда сіздер жинау керексіздер. Олар иә, біз білеміз, біз босатамыз деді. Содан біз оларға уведомление бердік, осындай уақытта 1 маусымымызда босатыңыздар дедік. 1 маусымда кісілер босатқан кісілер болды. Иә, біз сіздер түсіндіреміз, сіздің ол жұмысыңыз. Шілдеде бердік уақыт босатыңыздар деп. Тамызға бердік, 1 тамызда босатыңыздар деп. Қыркүйекте бұл кісілердің бәрінде уже жаңа келісім шарттың уақыты бітеді. Өйткені бұл кісілердің, мысалы, 1 қазан кешін бұл кісілер босатпаса, олар уже жылу маусымында мен ешкімді шығара алмаймын. Заңнамаға сәйкес, Қазақстанның заңнамасына сәйкес, егер жылыту маусымына кетсе, бұл кісілер 25 үй, мысалы, ол кісілерге мен не бере алмаймын. Үйден шығара алмаймын. Ол заңнамаға қайшы болып тұрады. Сондықтан біз жаңағыдай ұшу қылдырып тұрған жоқпыз. Ол біздің де жұмыс, бірақ ол кісілерге босатыңыздар деген мәселе сонда болып тұр. Өйткені біз берген үйді берсек те, жаңағы кезекте тұрған адам, оларды отопительный сезонға кешен кіріп, жаңағы аягөз суымен, мусормен келісім шартқа кіргізіп алу осы уақыт. Ал енді сіздердің қадамдарыңыз қандай болады, ол кісілер өз еріктерімен босатпай жатса? Ол егер осы 1 қыркүйекке шейін кісілер босатпаса, біз уже жаңағы полиция қызметкерлерімен бірге кіріп, бүкіл тұрып жатқан кісілердің далаға, коридорға шығарып, ішін замоктарын бәрін жауып, отпечаток жасап кетеміз. Ол заң аясында? Заң аясында, әрине заң аясында. Өйткені келісім шарттың уақыты бітті. Уақыты біткен соң ол кісі босату керек. Біз уведомление беріп, келісім шартта 5 жыл деп тұрған жоқ, келісім шартта 5 жылға дейін деп тұр. Біз бұл кісілерге айттық, өйткені олар, бұл кісілер бәрі қыркүйек айында болады. Егер қазан айында кіріп алса, қазан айында біз олар босата алмаймыз. Ол кісілерде соны біле тұра, осындай мәселені көтеріп отыр. Бірақ сөзбен айтқанда, бұл кісілер қарыздарын бәрін төлеп, өтеп, егер шарт бойынша уақыттары біткен болса, бөлмелерді босату керек. Иә, әрине. Ешқандай созуы болмайды. Ол нақты заңнамаға қайшы. Ол жаңа прокуратураның бізге де берген нелері бар, предписаниясы бар. 5 жылға толды, 5 жылдан кейін бұл кісілер босатып, басқа кісілер алу. Неге осы 25 отбасыны, осы 50 отбасы тұрды, 50% өздері босатты, 25 қайтадан 25 бөлмесі осыдай ағайшы болып тұр. 5 жылдың ішінде қаражат жинамаған кінә бізде де, сізде емес. Ол финансовый грамотность дейді қазір. 1 миллион 5 жылға 1 миллион бөлсеңіз, 1 жылда 200 мың жинау керек.
200 мың 12 айға бөлсеңіз, ай сайын 15 мыңнан, 20 мыңнан жинап отырса да, ол түк емес уже. Қазір, конечно, ол кісілер қиналады. Бірақ та біз қайтар айтқанынан ақпан айынан бастадық. Босатыңыздар. Сіздерді ешкім осыратпайды. Босатыңыздар. Негізі жақсы бағдарлама, иә? Жастарға көмек программасы бұл. Енді Аягөз ауданының, Аягөз қаласында негізі 2 жатақхана бар. Бұл солтүстік жақта орналасқан 50 бөлмелі жатақхана, оңтүстік қаласында орналасқан 32 бөлмелі жатақхана. Бұл жатақхана 5 жылға ғана беріледі, 29 жастағы кісілерге беріледі. Көбінесе мен бюджет мекемеде жұмыс істейтіндер, ол обязательно жаңағы бірінші кезекте медицина қызметкерлері, және дәрігерлер, узкоспециализированный дәрігерлер болады, жас мамандар келеді. Жатта центральный район больница, аудандық аурухана. Ол өздерінде балансында не жоқ, бірақ та бізге қажетті, мысалы специалист. Ол кісілер келеді, біз айтамыз, біз береміз, отбасымен келсе 2 бөлмелі, өзі келсе 1 бөлімі, 1 бөлмелі квартира береміз. Екінші кезекте бізде мұғалімдер болып отыр. Мұғалім тапшылығы бар, мұғалімдерге де, жас мұғалімдерге де бізде береміз, 29 жасқа толмаған. Отбасы болса, мысалы отбасы 1 бала, 2 баласы болады, біз 2 бөлмелі береміз. Егер баласы жоқ, бірақ отбасы енді ғана құрылса, біз 1 бөлмелі береміз. Егер енді болашақта 1 бала болсанса, 2 бала болсанса, бірақ 5 жылдың ішінде болса, біз ол кісіні 1 бөлмеден 2 бөлмеліге ауыстыруға мүмкіндік қарастырамыз. Егер 2 бөлмелі босаса. Сондай ниет. Негізді, бірақ та бұл жалға алған кісілер, жалға алушылар 5 жылдың ішінде жаңағыдай отбасы банкта ақша жинау керек болады. Мәселе сонда болып отыр. Көп рахмет, мамыз. Мына кірді қараңыз есіктегі. Енді осындай состояниедағы Бұл жерге бір адам жалдап, айына 500 теңгеден беріп тұрса, бәрі жуатын адам табылады ғой. Ондай көп ақша жинамайды бұл жақта. Ақша жинамайды. Біз негізі дежурство қойған санан әрқайда бар екенбіз ғой, график. Мороженый несі қойған ғой. Стенадағы жазып тастайды, мынандай жазулар. Енді өздері ақша төлегілері келмесе, өздері жаңағы сіз айтқандай график жасап, тазалықты сақтау болады ғой. Олар жетпес, шығынын қойып қойсын. Жәнегідей аптасына 1 рет тазалап отырса болды деп. Бірақ соның өзі сақталмайды ол кезде көрінсе. Мынандай теуіп жасаса есіктердің сыртын көрінсе. Мына жерде міне былтыр ғана осы көп күзде ақталып тазаланған болатын. Былтыр бізді комендант тазалатып, осыны жуып тазалатып ақтатқан болатын. Бірақ енді көрінсе уже состояниесі сондай. Әрине, бала болған соң балалығын жасайды, оларға енді айтып, біраз сөз. Оларға дұрыс емес деп айтатын адам жоқ қастарында. Шындық керек. Біреу шығып айтса, баламыз ұмытпайды. Бұл жақта ремонт жүріп жатыр ма? Мына үй бізде. Есікті қараңыз. Кіруге бола ма? Бұл жақта ремонт жүріп жатыр ғой деймін, Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер. Кешіріңіз, ремонт па сіздерде? Біз общежитияның жаңағы жағдайын көруге келген едік. Қанша жыл болды тұрып жатқандарыңызға? Қанша жыл болған? 4 ай болды. 4 ай болды ма? Осындай болды. Сурет жабысып қойған ғой. Шағылған болды. Мына жерін бірақ алып тастады, балалар неше рет құлттанып қалды ішіне. Сіздер кіргенде пәтерді, осы бөлменің жағдайы қандай болды? Состояниесі? Кішкене залдың несі. Түсірсем бола ма? Иә. Көріп тұрмын сондай. Осындай болды ма? Бұған не болған екен? Білмеймін, кішкене. Просто палас төсеп қоямыз да білмейді ол. Көп болды ақталады.
газдашта биздин договор боюнча негизи карайт деп беремиз го. Айтпаса жанайбы. Сәлеметсіз. Бизде мындай сурак деп сиздерге 5 жыл болду го энди кыргызстандарыңызга. Сол боюнча азыр данный момент не себепті 5 жыл толып жатыр, не себепті сіздерде аренда төленбей жатыр, не себепті жаңағы тазалық сақталмайды деген сияқты сондай сұрақ. Енді тазалыққа мен ғана жауап беремін. Жоқ, оны сіз жауап бермейсіз, бірақ енді Аренда алдында сотқа беріңіздер, сот арқылы төленіп жатыр. осы жерде біз уже счеттарыңызды айырсақ етіп кейін ғана барып оған дейін не себеп болып төлемей жүр? Зарплата аз болған төлей алмадық. Ай сайын қанша төлеуші едіңіз? 5300. Қанша қарызыңыз бар? Негізі осы ақырғы айлар ғана қалған. Мартта берді ғой мен сотқа. Енді одан кейінгі айлар бар, солар төлейміз енді. Қанша қарызыңыз бар? Оғанға дейінгі қарыз общий суммасы негізі 273 мың ба солай болған. Одан кейін бұл кісілер 50 мыңнан 100 мыңнан жапты да 2 айда. Тағы да былтырғы жылы осылай сотқа жібереміз деген кезде бұл кісілер 100 мың жапқан. Одан кейін өтініш жазып, жаңағыдай жағдайына кіргеннен кейін бұл кісілердің сотқа бермей алып қалғанбыз да. Одан кейін барып қайтадан бұл кісілер сол бетті 100 мыңнан кейін ешқандай төленбегеннен кейін Қазір қанша қарыз бар кісілердің? сол уақытта жаңағы сотқа берген уақытта где-то 176 мыңдай қарызы болды уже бұл кісілерде. 5 жылдан бері қарай. Сонда барлық суммасы енді білмеймін қазір төленіп жатқан. Біз анда счет блокқа бергеннен кейін барып төленіп жатқан. Бірақ бұл кісілер енді ары қарай төлесе тұра береді ме? 5 жыл болса уже шығады. 5 жыл толды ма сізде? 5 жылға дейін. Сіздер анда алғашқы первоначальный взнос дейді ғой, жинамадыңыздар ма? Жинауға мүмкіншілік болмады ма? Ал енді бұл кісілер өтеп болса босату керек болады заң бойынша. Заң бойынша 5 жыл болған болса бұл кісілер уже босату керек болады. Енді бұл кісілер негізінде қарыз болмауы да керек болған ғой заң бойынша. Негізі 6 ай үздіксіз егер жалтарған болса төлеген аренда төлеуден, онда уже без права предоставления другого жилья біз шығару керек болғанбыз. Бірақ данный момент бұл кісілер сол уақытта біз кеткен уақытта бұл кісілер жаңағыдай өтініш жазып, өздері жүгіріп жаңағы себептерін айтып содан қалған болатын. Бірақ енді на данный момент уже бізде ол кісілерді ары қарай қалдыруға мүмкіншілік жоқ қой. Өйткені бізде басқа да жас отбасылар. Бұл кісілер енді 29 жасқа дейін деп кезінде кірді. Қазір бұл кісілер уже жастары 30-ға келді. 30-дан асты. Салынады деп айтылады, бірақ Насчеттардың ауыздары жабылмай ма? негізі жабылады ғой. Бірақ осылай ашық ашқанмен жаппайды. Неліктен жаңағы төлем ақысы төленбейді, жалдау ақысы, неліктен жаңағы жатақхананың тазалығы қаралмайды деген сияқты. Қазір данный момент бізде мысалы тазалық бойынша шынын айту керек, өте тұр ғой енді лас. Балалар және қараусыз, және балалар терезеден доблақтырып ойнап жүр. Ешкім оны көріп тұрған жоқ, және біз келгеннен балалар қашып кетті. Екінші этаждан жаңағы подъездің терезесін ашып доблақтырып ойнап тұр. Енді терезесі сынған кездері болды. Міне до сих пор сынып, қазір барып көреміз, оңында түсіреді мына кісі. Не себепті? Айжанат, сіздер тазалықты қалай сақтайсыздар осы жатақханада? Біз апта сайын өзіміз кетеміз келгенде уақыт жуып отырамыз. Міне балалар доп ойнап жүр, например, міне қараңызшы. Коридорда кімнің балалары міне доп ойнап жүр. Ана доп ана терезеге тисе ол шағылады, иә? Сіздер енді үндеген жоқсыздар ғой. Бағанадан бері осы жерде доп теуіп жүр коридорда. Стенаға тиеді ол кір доп, міне стенаның бәрі кір. Далаға алып кетіп бара жатыр ғой доптарын. Далаға енді алып бару керек, шыққан соң ойнау керек қой. Мына жерден ойнап кетті ғой. Жай менің білгім келетін осы жатақхананың тазалығына жауап беретін адамдар бар ма сіздерде?
өздеріңіз осыны бір адам жуып шығады, иә? Комендант болып келгенде айтады, сауын осының бәрі комендант жауап. Екі адам дежурство бар да, дежурство. Мысалы Айжанат екеуміздің неміз бір. Екеуміз пол жуып, терезелерді жуып шығам. Ана звес арасында жинап, төмен жағын ақтап аламыз, төмен жағы кіріп кетеді ғой. Ақтап соны істеп аламыз. Бірақ балалар болған. Қараңызшы, қазір мына еден жуылмағаны бір 4 күн болған сияқты ма? Кеше ғана жуылған еден дейсіз ғой. Кеше сендердің келіп өз этажымызға жауап береміз. Бірақ басқа тұрғындардың атынан, басқа этаждың атынан сөйлей алмаймыз енді ол. Бірінші этаж шашылып жатады, бірақ жинайды өздері. Айтамыз, қалай барып айтып келеді, немене бықсы кетті, группамыз бар, өзіміздің группамыз айтамыз. Иә, неге қыздарынан жұмайсыңдар, ұйығамыз ғой деп айтып сөйлейміз арасында. Сен шата алме деген сөздер естиміз. Рас, ол үшін. Еще мына жерде канализация жабылды. Біз мысалы бір ақ есікті аша алмаймыз, терезені аша алмаймыз. Сасып жатыр. 5 жыл емес, бір 10-15 жыл тұрған үйден жаман. Жоқ, былтыр ремонт жасалған мен ауда тесік. Күні оларды аңдай алмайды ғой. Кезегі болдың. Қазір балалар шаға жоқ қой, кешкісін сағат 6-тан кейін 7-тен кейін келсеңіз, бұл жерде үлкен адамдар өз бір-бірін дауыс естиді. Шу кете ме? Шу. Не оның бір ата-ана балам қиналады ғой. Жерде тарсалатқа демек жоқ. Осы жерде ойнайды дейсіз ғой. Осы жерде ойнайды. Сондықтан ғой тез кірілетінінде осы. Мен ойлаймын, балада ойнайды. Не, мына жердің бәрі мусор жатыр. Оны шағы ашқан ғой қыста. Біз жауып қоямыз ғой қыста. Екі қотты жауымызы ортамен ғана қатыссын. Және су болмасын деп. Сол кезде кісілер шағы ашқан ғой есікті. Әдейі бізге ерегесіп және жауып қойды. Кіреді, я мына есік ашық тұрса, мына жер сквознякта бірінші этаж тонады, бірінші этаждың адамдарына су келеді. Тем более, когда жел бетінде тұр ғой өзі. Сол себепті бір жағамыз ғой, ортаға бір есік қана болса, кішкене жылы болады. Бұзып ашпаған ба? Бұзып ашқан ғой. Сонда бұзып ашқан күйінде тұр. Одан кейін жаңағы освещениясын қосып береміз. Есіктің алдын светтерін жөндетіп керек деп. Хотя бы енді. Хотя жарық болсын. Өйткені балалар қазір сабақ кезі басталады. Қараңғыда кіріп шығып. Ал мына бұзылған есіктерді ауыстыруға ақша жетпейді дейсіз ғой. Оған күтім жоқ. Бізде екінші общежитие бар, тура осы сияқты. Көрейік, мынау ма? Жоқ, мынау үйлер, мынау арендалық үйлер ғой бізде. Ал енді 30 орындық тағы да жас отбасыларға арналған общежитие. Дасаф па? Дасаф. Онда да мысалы кісілер тұрады, бірақ мұның состояниясы мынадан жақсы енді. Басқаша ма? Хотя неге деп ойлайсыз? Ол жақтың тұрғыны бар ғой, тұрғындары ұйымшыл. Өздері жаңағы жинала кетіп, уборкасын жасап, есік алдын тазалап, коридорларын олар күнделікті жуады ол жақта. Күнделікті өздері дежурство қойып қойған. Аптасына бір график беріп едік, ол кісілер аптасына 2 рет жуатылып жасап қойған. Жауапкершілік бар дейсіз ғой. Олар өзі әрқайсы өзінің коридорын жуып тазалайды, сосын кейін есіктердің алдын тазалайды. Балалар оларда жаңағы шақсан етсе, оларда кім шақты, сол жөндейді. Солай міндеттелген чек қойған. Деген өздері ақшаларын 100 теңгеден болсын бірігіп жасайды да, мына кіреберістен бастап, мына недерін түгелін талдарына дейін ақтап қояды. Есіктердің алдында жаңағы площадка салынған балаларға. Даже сол балалар ойын алаңына дейін қарап отырады ғой. Ата-аналар өздері шығады балалармен бірге. Өздері отырады лавочкада, балалар ойнайды. Сосын кейін сағат 10-нан кейін как должно бәрі үйлеріне кіргізіп алады. Жәнегіндей мынандай енді. Ал бұл жатақхана неге ондай емес? Бұл жерде ұйымшылдығы аздау кішкене. Тұрғындардың ұйымшылдығы жоқ. Біз не шыны керек, мен өзім күнгі 10-да да келем, 9-да да келем. Сіз осы үйде тұрсыз ба? Жоқ, мен өзім жауапты болғаннан кейін, бізге қарасты болғаннан кейін біз қараймыз, келеміз ғой. Біз түнде де келеміз, күндізде таңертең де келеміз. Кей кезде әдейілеп түнде келеміз,
күндіз тай алмаймыз, 2 келіп кетеміз, тай алмаймыз, түнде де келіп қайтамыз, чтобы бір уақыт ана порядогын айтайық деп, мынаны тазалау керек, мынаны үйтпеу керек. Бізде міне шығады ғой, бізге шыны керек тұрғындар ауыз аштыртпайды. Оны сендер міндеттісіңдер жасауға. Біз енді түсіндіріп айтамыз ғой, сіздер қызықсыздар, сіздер көпсіздер, біз аз. Сонда мен комбинат еткен 2 адам сонда бізге жинай, онда сіздер қарап отырыңыздар. Шашылып жатқан сіздерге жақсы ма деймін. Тазалық сіздер үшін ғой, қазір тем более вирус уақытта, мысалы неше түрлі инфекция. Қазір не нәрсе тез өршиді ғой, жууға міндетті деп қойғандай кездер болған. Сол кезде бізде айтқан болатынбыз. Ондай болатын болса, сіздер онда тұрмаңыздар. Онда ұшып кіріп ұшып шығайық бәріміз, коридор таптамайық онда. Өзім өз көзіммен көрдім, қазір балалар мусормен лақтырып ойнасып жүргенде көргем. Бір контейнер құлатылған, екінші контейнер бос, іші бос. Бірақ қоқыс айналасында, сыртында жатыр. Бізге жіберсе де біз қайтадан жаңағы тазалық жасап дейміз ғой, ол кісілер алып кетеді. Уақыт тауып алып кетеді. Хотя бізде енді қала бойынша өзі көп емес қой, мусор тазалау. Бұл кісілер қоқыс жинайтын компаниямен келісімшартқа отырған ба? Бар, келісімшартта бар. Ол кісілер тазарлатады ғой, төлемей. Айналдырған 155 теңге ғой. Иә, адам басына. 155 теңгені төлемейді ғой адамдар. Жерде сіздер недеріңіз қарыз, қосымша қарыз, мыжа қарыз деп бізге список жібереді. Жителердің, тұрғындардың списогін жібереді. Міне мынау контейнер бос, ана контейнерда бос. Шыбын шірке иісі деген ужас. Қаштық мына жерден. Бұны енді кім жинайды сонда, жаңағы мусор тазалайтын кісілерге енді бізге жинатады, иә, солар? Иә, айтуға тура келеді. Солай уже үйренді бұл кісілер. Ар жақта бәрі. Қайтауға енді уже шыны керек, өзіміз ұялатын болдық сондауға. Сондауға ұяласын, ақшасын төлемейді мәселе. Кей кезде айтам мен, қарыз деген өз үшін ғой, жаман ғой, қарыз деген жаман нәрсе сол. Қазір енді кем дегенде мен ойлаймын, пәтердің бағасы қазір ең арзан, өзі 50 мың ғой. Менің білуімше. Ал бұл жерде ыстық су, суық су, бәрі жағдай бар, туалет, ванна, бәрі бар екен. Бар, иә. Енді соның бір 5 мың ба 3 мың төлеп, жан-жағын тазалық тастап тұруға қандай проблема, мен түсінбеймін соны. Бұл жерде бар ғой, адамдардың өзінің санасына байланысты шығар деп ойлаймын. Әр адам өзі. Егер біз қалай мықты қазақ ұлты болып қалыптасамыз, егер біз мұндай бір азаматтық қоғам сияқты қалыптаса алмай жатсақ, біз бірінші азаматтық қоғам болып қалыптасуымыз керекпіз, иә? Ең бастысы ол мәдениет. Мәдениет, тазалық. Осы тазалық мәдениеттің бастауы ғой. Жаңағы жоға жақтағы біздің президентіміз де айтатыны сол. Ал енді бұл бір элементарный нәрседе біз жат жағдайға қалып отырмыз. Біздің бұл материалымызды басқа ұлт өкілдері көрмесін, мен ұяламын. Көрмесін. Бұл жерде уже жаңағыдай жылға берілмейді, бессрочныйға беріліп отыр, тұруға. Жаңағы әлеуметтік табысы аз азаматтар, жетім балалар, қамқорлықсыз қалғандарға, және көп балалы отбасыларға берілген үйлер ғой. Қазіргі таңда бұл үйдің міне бір жылдың ішінде бірі терезелерін сындырып, олар да осында мен айтам ғой, кей кезде біз жүреміз 10-11 естексіздер. Тосамыз ана кім сындырды соларды қарап. Баяда біз 2 комбинат болып жүргенде біреуі осы жерде жүретін. Мен кешіп жатқанша біз аңдататынбыз кәдімгідей. Тазалықты сақтау деген, дүние мүлікті бүлдірмеу деген, күтіп ұстау, балаларға тәрбие айтып, ескертулерін айтатын. Отбасылар тұрады ғой, бізден кем дегенде біреуге 4 баладан. Бұл жерде мысалы 3 комнаталық болса 4 балалар тұрады. Ең кемінде 4 баладан, әйтпесе 7 баласы барлар, 5 баласы барлар тұрады. Бірақ жинауға келгенде бізде осы есіктің алдында біз болады. Шөпті қарап, субботник ұйымдастырамыз ғой. Сол кезде мына жердің бәріне гүл егіп қойса. Өседі ғой? Өседі. Оны өсіретін бізде тұрғын жоқ мәселе. Бәрі шөп бас кеткен. Бізде ондай тұрғын жоқ. Бұл кісілердің айтуы бойынша біз ол кісілерге дворник жалдап беруіміз керек екен.
пол жуатын адам жалдап беруіңіз керек. Бізге олардың қойып отырған Өздеріңіз төлеу керексіздер дей ма соның бәрін? Бізге айтады, Сабез арқылы кісі алыңыздар да соларға жинатып жудыртыңыздар дейді. Үй зарплатасын Сабез арқылы өкімет төлесін деп солай талап қойып отыр. Қазіргі кезде ол кісілердің талабын орындауға бізде ондай мүмкіншілік жоқ. Онда заңға қайшы. Егер бұл қазіргі жаңа заңға егер сонымен өтетін болсақ, жаңа заңнамаға, бұл кісілер негізінде ай сайын шот ашып өздері ақша құйып отыру керек болады. Осы жағдайлар үшін. Содан кейін сол ақшаларынан ол кісілер осыны КСК құру керек еді. Иә, КСК құрып, содан кейін барып ол кісілер жаңағы тазалықты бәрін сақтау керек еді. Негізінде солай болу керек. А неге олай жасалмады екен? Олай бұл кісілерге мен айтып отырмын ғой, Құймайды ақша. 500 теңге емес, жаңағы 155 теңгені төлей алмай отыр. Енді оған қазір сіз 500 теңгені құй деп қайтып айтамыз. 155 теңгені төлемейтін кісілер бар. Бір хотя бы 500 теңгеден өздеріңіз шот ашыңыздар да құйып, сол жерден кісі жалдаңыздар. Сол кісіге 500 теңгеден құйған ақшаларыңыздан ақшасын төлеп отырыңыздар. Бірақ көрінсе оған да көнбейді ғой. Тастапты. Неге тесіп тастайды бәрін? Өртеген темекі тартқан жас балалар. Бұл енді былтыр ғана берілді ғой эксплуатацияға мынай. Бізге осы үйді салып кеткен Шемішке шаққан. компания бар ғой, стратегия. Сол кісілер хабарласып. Екінші Ларман болады ғой, үйлерін келіп көрді ғой біз. Иә. Сол бойынша жаңа біз айтқан есіктер және бірінші шент деп. Хотя енді ол кісілерде қарасаңыз не обязывает. Бірақ енді еріксіз. Біреуден олардан как спонсор ретінде уже сұрайтын болды. Сонда мен айтады ғой, ана есікті көріп жылағым келді дейді. Ана жаңағы общежитиенің есігін айта ма? Сындырған? Осы домның есіктерін Иә. Жабылмай ма ешқайсысы? Тесік. Жақта жауып жапсыздар. Мына жақта жаңағы жителдер өздері жапсаған. Мына жаққа келіп жаңағы жасылдар ғой, клейс. Клей? Клейс китін шығарған ғой. Сол үшін жауып қойған ғой. Мыналар жабылмай ма сонда қазір? Қазір мыналар жабылмайды. Сол үшін тірек қойып отыр ғой. Жел болса үймет кетеді. Бұл жердегі темірдің ұрлап кеткен ғой шешіп. Қарсылатып есік сынады ғой. Қыста қайтеді сонда бұл кісілер? Соны енді бізге айтып отыр, қысқа дейін бізге жеттер жөндеп беріңіздер. Естемін. Енді осында тұрып жатқан бірінші этаждың тұрғындары ғой, сазы. Сол кісілер құлайтын зары ғой. Шытылған темекінің қалдықтары. Осыны енді тартатын да, осы жерге отыратын да, өзіміздің тұрғындар. Осы жерге бір қойып қой керек қой. Оны тапсағанда да ал. Мусорды көп сала берді, ана сыртына асып өспеді. Оны алып Жақсы үйлер. Олар қыста қандай қақаған аязда Жылы отырады. қой, иә. Мына есік жабылатын сияқты. Ба? Ол осы жалғыз есік қой деймін, жабылып тұрған. Жалғыз есік. Қалған осы жерде міне 8 подъезд бар, ар жақтағы. Бұнда 4 есік, бұнда 4 есік. Мынада міне бір ақ есік жабылды, ана жақта да бір есік қазір көресіз. Сонда қазіргі кезде 6 есіктің ремонты тұр ғой. 6 есіктің ремонты тұр, одан кейін жаңағы жатақхананың ремонты бар. Қазіргі кезде бар ғой, біз өзі жай ғана мына несін жөндеткеннің өзіне, ашылып жабылуын жөндеткеннің өзіне. Жоқ дегенде қазір 200-300 мың ақша керек қой. Біз жаңа айтып отырмыз ғой, ана недерге жөндеткізейік деп отырмыз деп. Жаңағы салған кісілерге. Бұл жақта полдарын жуатын сияқты, е? Иә, мына жақта бірінші этажда мына жерде Бәсе, кішкене таза сияқты. Ол кісінің бір жағын айтылай аласың. Ол кісінің инвалид ғой, және кісілерде бір лапшы жас отбасылар ғой, алғымайды, сырқалмайды, қол аяқтары сау, Олардан гөрі таза ана ерендер, ана общежитиеден гөрі. соны енді салыстырған жағдайда айтамыз, сіздер енді ауру бала бағып отырған жоғы жоқ. Мына жерде көбіне біз жаңағы мүгедек бала тәрбиеленушілер бар. Сол кісілер түсінесің, шықпаса шыға алмайды. Бұл жақта да мусор толып тұр. Шығаратын екен. Арықтарды жасамаған бері жатқан қол тұрғанда
ар жақ бер жағын тастай берген ғой. ар жағына енді өте алмайды, бер жағын тастап салмайды. Жерге ағаш егіліпті, бірақ суарылмапты. Иә, қурап қалды.